Ойын ертегіні жалғастыр. Бұл қай ертегі? Бауырсақ ертегісі. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Бірде шал кемпірге: «Кемпір-ау, менің қарным ашты, маған А. бәліш пісіріп бер» дейді, Ә. бауырсақ пісіріп бер дейді, Б. палау пісіріп бер дейді. Жауабы: «Кемпір-ау, менің қарным ашты, маған бауырсақ пісіріп бер» дейді. Оны терезенің алдына суытып қояды. Бауырсақ суып тұрып, бір кезде домалай жөнеледі. Домалай. А. достармен ойнауға кетеді. Ә. Алматыға барып келеді. Б. орманға қарай қашып кетеді. Жауабы: домалай, орманға қарай қашып кетеді. Бір кезде орманға қарай домалап бара жатқан бауырсаққа А. маймыл жолығады, Ә. арыстан жолығады, Б. қоян жолығады. Жауабы: орманға қарай домалап бара жатқан бауырсаққа қоян жолығады. Орман ішінде зымырап бара жатса, қарсы алдынан қасқыр шыға келеді. «Бауырсақ, мен сені жеп қоям» дейді қасқыр. «Мені жеме, мен саған А. өлең айтып беремін, Ә. тамақ пісіріп беремін, Б. билеп беремін» дейді. «Мені жеме, мен саған өлең айтып беремін» дейді. Бауырсақ домалай жөнеледі. Қарсы алдынан қорбандап аю шығады. Ол А. бауырсақ, жолымнан ары тұр дейді. Ә. бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Б. бауырсақты ата-апасына апарып береді. Жауабы: ол бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Айналайын, қартайған шағым ғой, құлағымның мүкісі бар. Қане, менің мына А. тұмсығыма шығып әнінді қайталашы, Ә. иығыма шығып әнінді айтшы, Б. тұмсығыма шығып басқа ән айтшы дейді. Жауабы: менің мына тұмсығыма шығып әнінді қайталашы дейді. Түлкінің тұмсығына қарғып шығады да: «Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым» деп өлеңдете бергенде А. бауырсақ жерге құлап түседі, Ә. бауырсақты жеп қояды, Б. бауырсақты үйіне жібереді. Жауабы: өлеңдете бергенде бауырсақты жеп қояды.